Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл, тез дайындалатын салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. 2 қияр аламыз. Бәрін майдалап, 4 бұрыштап турап аламыз. Жұмыртқамызды осылай майдалап, турап аламыз. Енді қиярымызды да майдалап, осылайша турап шығамыз. Қиярымызды турап болғасын, оның үстіне бір бума укропты турап шығамыз. Бұл салат өте тез әрі оңай дайындалады. Кез келген уақытта жасасаңыздар болады және витаминге бай салат. Көк пиязымызды алып, оны да майдалап турап аламыз. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін, оның үстіне тұз салып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша қара бұрыш, қызыл бұрыш салуға болады. Майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жасыл горохымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырып, біздің салатымыз дайын. Бұл өте тез дайындалатын, әрі жеңіл салат, витаминге толы салат. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.